Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз чак-чак жасаймыз. Бұл татар елінің тәтті тағамы. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады, әрі өте жұмсақ, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керек заттарды описанияға жазып кетемін. Ендігі бізге керек заттар 4 жұмыртқамызға кішкене тұзымызды, содамызды қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды қосып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міндетті түрде бөлек-бөлек қосып алыңыздар, ұнның барлығын қосып жібермеңіздер. Бұлай жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Екіге бөліп қамырымызды жаятын боламыз. Ендігі қамырымызды жаямыз. Қамырымыз дәл осындай жіңішке болғаны абзалырақ. Өйткені сіздердің чак-чактарыңыз жұмсақ, керемет болып шығады. Жіңішке болса, мінекей енді осылай бөліп алып, кішкене қамырымызды кептіріп қоямыз, жабысып қалмау үшін, және де дәл осылай кесіп, видеодағыдай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін қызып тұрған майымызға барлығын осылай қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде кішкене қызару керек. Қызарғаннан кейін тезірек алып аламыз да қалған қамырымызды дәл осылай қуырып аламыз. Барлығын дәл осылай қуырып аламыз. Ендігі сироп жасаймыз. Оған 200 грамм қантымызға 100 грамм суымызды қосып, оттың астын қосып, дәл осылай араластырып, одан кейін балымызды қосамыз. Балымыз сапалы болғаны абзалырақ. Мінекей біздің балымыз бен қантымыз өстіп еріп қайнауы қажет, және 5 минут осылай қайнатып аламыз. Біздің міне сиропымыз дайын. Ендігі дайын тұрған чак-чагымызға, қуырысымызға өздеріңіз қалауларыңызша орех қоссаңыздар, мейіз қоссаңыздар болады, және ыстық сиропымызды қосып, дәл осылай араластырып аламыз. Жақсылап өстіп араластырып, лопаткамен араластырыңыздар, өйткені сиропымыз ыстық болуы мүмкін. Және де осылай духовканың формасын алдым мен. Осылай форманың астына пергамент бумагасын төседім, жабысып қалмау үшін. Төсемесеңіздер де болады. Одан кейін үстін өстіп басыңқырап, барлығын басып, мұздай жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің чак-чагымыз дайын. Өте дәмді, керемет, тәтті болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүл Самал.